Сәлем құрметті көрермен, сіздермен бірге жаңға дау арнасы. Бүгін біз үй жағдайында бір қасық куркума арқылы өкпені қақырықтан оңай әрі тез тазалауға болатындығы жайлы бөлісетін боламыз. Олай болса, видеоның соңына дейін қарауыңызды сұраймыз. Суық тигенде, тұмау кезінде, ауамен жұғатын вирусты инфекция жұққанда адамның өкпесі мен тамағында қақырық пайда болады. Қақырықтың әсерінен тыныс жолдары бітеліп жөтеледі. Қақырықтан дер кезінде құтылмасаңыз, бронх тығындалып, соңы асқынуға әкеліп соғады. Осы орайда қақырықтан дәрісіз-ақ құтылудың 5 жолын ұсынатын боламыз. Бұл заттарды кез келгеніңіз қолжетімді бағада таба аласыз және ауруыңыздан бір мезетте айығасыз. Куркума куркуминге бай. Ол өз кезегінде күшті антисептиктің және антибактериалды қызмет атқарады. Куркуманың көмегіне жүгінсеңіз, ағзадағы бактерияның көзін қорытып, қақырықты сыртқа шығарады. Сондай-ақ иммунитетті көтереді. Дайындалу тәсілі: 1 шай қасық куркуманы 1 стакан қайнатылған жылы суға саласыз. Оған жарты шай қасық тұз қосып, жақсылап араластырасыз. Дайын болған ерітіндімен тамағыңызды шаясыз. Емді күніне 3 рет жасайсыз. Бал мен лимон ауамен жұғатын ауруларға керемет төтеп беретін дәрі. Сонымен қатар бактерия мен микробтың көзін қорытады әрі иммундық жүйені нығайтады. Құрметті көрермен, бұл каналды 97% адам жазылусыз қарайды екен. Сіздерге айтар өтінішіміз, каналға тіркеліп, лайк басып, өз пікіріңізбен бөлісе кетіңіз. Сіздің болмашыған әрекетіңіз бізді одан сайын шабыттандырады. Дайындалу тәсілі: шағын ыдысқа 1 шай қасық бал мен 2 ас қасық лимон шырынын араластырыңыз. Емдік қасиеті мол, бұл қоспа тамағыңызды емдейді, әрі қақырықтың оңай түсуіне септігін тигізеді. Емді күніне 3 рет қабылдау керек. Булау тамақ ауруын емдейтін ең керемет әдіс. Сонымен қатар тамақты жібітіп, қақырықты сыртқа шығарады. Жөтел жұмсарып, өкпенің тыныс жолдарын ашады. Дайындалу тәсілі: кеңде ыдысты отқа қойып, су құйыңыз. Қайнап шыққан соң 0,5 шай қасық тимьян мен 0,5 шай қасық гүлшетен, розмарин қосып жақсылап араластырыңыз. Сосын ыдысты оттан алып, ыңғайлы жерге қойыңыз. Өзіңіз жақындап отырып, басыңызды ыдысқа қарай еңкейтіңіз. Басыңызды жылы орамалмен немесе қалың сүлгімен орауды ұмытпаңыз. Бұл емді күніне 3 рет қайталасаңыз жеткілікті. Зімбір қақырықты түсіретін керемет дәрі. Сонымен қатар вирусқа қарсы күресуді, көкіректің ауырғанын емдеп, тыныс алуды жеңілдетеді. Дайындалу тәсілі: эмаль ыдысқа қайнаған су құясыз. Оған 6 кесек зімбір мен 1 шай қасық ащы бұрыш қосып, 5 минуттай баяу отта қайнатасыз. Белгіленген уақыттан соң ыдысты оттан алып қойыңыз. Емдік қасиеті мол тұнба салқындаған кезде 1 шай қасық бал араластырып ішесіз. Бұл әдіс тыныс жолдарын ашады, тамақ ауруын басады, қақырықты шығарып, жөтелді қойдырады. Жалпы әлсіреген ағзаны емдеп, иммунитетті көтереді. Тұз су тамақтың ауырғанын басып, қақырықтың түсуіне ықпал етеді. Дайындалу тәсілі: 1 стакан қайнатылған жылы суға 1 шай қасық тұз қосып, мұқият араластырыңыз. Дайын болған ерітіндімен тамағыңызды, тыныс жолдарыңызды шаясыз. Аузыңызда 1 минуттай ұстау арқылы ауыз қуысын, тамақ тыныс жолдарын микробтан және бактериядан қорғайсыз. Бүгінгі ақпарат пайдалы болды деген сенімдеміз. Жақындарыңызбен бөлісіп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.